yaşamayın. Sabahında durup soldu talaydı. Gözün göz olup men korunma. Sikedir men sılmadı ne sınazım. Bugün sana ayırdım savak dişey. Onu gelirken kız muhanın lomatla. Onu gelirken kız muhanın lomatla. Şahrakta sezmandı oğlum, ömrümün külü koydu kuşarım. Öz dağların on işin etsin jandardan, tercih edip talay seni tuşur. Saktay bilsen şahrakta saktay bil, atanın anlığını attay bil. Adasmanlar yollarından olsun da, kanşamadan göz bağıtını tatmayışım. Kanşamadan göz bağıtını tatmayışım. Zalim benim bahçem kulağımla kırmızı. Baylık dolar dalası, elin bazları kalası, kara alpak yelinin mimihuni balası. Baylık dolar dalası, elin bazları kalası, kara alpak yelinin mimihuni balası. İya 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 kalpağım, benim kara kalpağım. İya iya kalpağım, benim kara kalpağım. Bak bu da bu şöyle gelir. Üstün balı boyunda, yeşil aydı şolu boyunda,
nasip. Әлі біз айтқан уақытқа дейін шамалы уақыттар бар ағайындар. Дегенмен ол той үлкен қуаныш, үлкен мереке. 93-дің жастар жігіттері мен танитын Ғалым, Бақыт, Микош, қалғандардың барлықтарына үлкен рахмет айтамын ағайындар. Бүгінгі мына мерекелерің құтты болсын. Сонау алыстан ат терлетіп, ат салып келіп отырған соң, мына сіздерге де Ғалым, мен әңгіме айтып отырмын. Олай болатын болса, мына көптің бірі Қыдыр деген Құда қаласа Алла насіп етсе, ертең бірінші үйен күні 47 жасы толтырып, 48-ге қарайын мен. Соған ұқсайын ба? Ұқсамай мәне? 18-де ойлаймын да өзімді. Енді бұл не? Бұл мені мына жасарып, осындай тойда қызмет қылып жүргенім арқасы, бұл да болса менің бүгінгі төрт қабырғасы тербеліп, үйдегі немеремді тербетіп отырған әйелімнің басты бақыты. Келіндеріміз қайда? Келіндеріміз. Келіндер естіп жатсыңдар ма? Келіндер келсінші ғана, келіндер боластарына бір нәрсені бүгін айтам деп ойламаған ем. Бірақ дегенмен уақыт сағат келді. Ғалым қайда? Ғалым Бақыт құдайым қайда? Одан соң Микош, ана келіншектер қандай болып тұршы, ана жұмысты болсын. Алайда құрметті ағайындар, мына адамның өмірге келген соң өздеріңіз білесіздер, мен қанша осы Баймұрат ауылы болады, басқа болады, қанша елге қызмет қылдым. Құдайға шүкір 47 жасқа келсем де 17 жыл, 15 жыл елге осы өнер жолында қызмет қылдым. Соның арқасында кеше ойланып қарап отырсам, немерелі болдым, ұлды болдым, қарап отырсам, өзімнің кім екенімді білмедім де өзім сауал бердім. Сонда мені адам қылып өмірге әкелген ата анам, одан соң осы өмірге түсіп, осы жолға әкелетін үйдегі мен бір нәрсеге действительно мына жігіттердің алдында айта аламын, мені өмірге осындай жолға қойып, осындай жердегі барған кезімде өзімді өзім осындай қыл деген жерде мен действительно Ғалым тұра аламын. Бұл нәрсе әйел. Еркекті ер қылатында, жер қылатында, мен мына келіндерді мақтап, я қыздарды мақтап не жатқан жоқпын. Сол жерде әйел деген кісі үйде кетіп барған кезінде тек қана бақытын дейді. Осы Ғалым дейді, Навайға кетіп баратыр екен дейді, келін айтады, осы аман есен барып келсе үйге, соның бір қуанышын көрсем де, келін солай көресің ба? Рахмет. Мен не демекшім, Дәулет қайда біздің Дәулет? Мен Дәулетжаным қайда, Дәулетжаным? Жасаған берген Дәулет дейді. Енді құрметті бүгінгі 90 жастары, бұл Алла Тағаланың бұйрығы. Мына 5 саусақ бірдей емес. Бұл біз өмірге келгеннен соң, ертең біздің, мысалы Ғалымның, Микоштың, кімнің бағана айттым ғой, жаңада айтып жатырмын, 5 саусақ бірдей емес деп. Мына Дәулетжан сонау Жетісайдан келіп, Қазақстан Республикасынан келіп, бүгінгі достарының ортасында отырып, көңілін көтеріп, Ғалымды айтып жатыр, Микошты айтып жатыр, Бақытты айтып жатыр. Осы біздің дәкеңді осы келіншектердің ортасында тұрғызып, осының бір басын көтеріп, бақытын көтеріп, біздің алдымызда бір қуанышты қылып берші деп еді. Мейлі дедім, мен сол жағдайға келдім ағайындар. Ал енді олай болатын болса, құрметті ағайындар, қадірлі боластар, еркектердің бәрі шетке шығаттағаны 6 келіншекпен біздің дәкең Қазақстаннан келген ортаға биге билейді. Кәне келіңіздер. Кәне. Şapan yapkan varsa beday, Vütsinanın kıymetini türlü
geçeceğim. İşte cevaptan geçeceğim. Sarkan değil bana bulup kim kaptırmay. Kulağına kuşak janadan şarkımay. Ömür şirkin miskini şalan rükküşüdür alışavutay. Duyduğuma biraz saklasını da bırakınay. Kımbır kıy oynatan kazanım hay. Şirkirmegen şirek gecire şazamanay. Dübür duyduğundan dumandan bozulmasın. Kadıyla dileklerin kazanım hay. Kımbır kıy oynatan kazanım hay. Şirkirmegen şirek gecire şazamanay. Dübür duyduğundan dumandan bozulmasın. Kadıyla dileklerin kazanım hay. Kımbır kıy oynatan dübür duyduğundan kımbır kıy oynatan dübür duyduğundan kımbır kıy oynatan kazanım hay. Şirketine gençlik değil şazarım hay. Dübür duyduğundan dumandan bozulmasın. Kadıyla dileklerin kazanım hay. Kımbır kıy oynatan kazanım hay. Şirketine gençlik değil şazarım hay. Dübür duyduğundan dumandan bozulmasın. Kadıyla dileklerin kazanım hay. Rahmet, devlet mening asma. Jasagan bergen жаным deydi. Al bizga sana degan hurmat. Молодец, ana. Bizim gelin bakayım, korkmayma deyip. Rahmet, молодец. Daki, sana Kuday ver, senin 6 katın var ekan bu. Молодец. Alay kezimini bakarımızda jalpatına bir işigram. Sen de gittik. 93 yaşları Begime Ultoy ülke muanış ülke mereke Adresenin өзінің жайы бар орны бар демекші бүгінгі ел ағасы жас қызы да осы ең қызмет жүрген осында отырған ауыл ақсақалы бақыт інімізді ортамызға шақырып ақ тілегін естуді жөн көрді ағайындар кәне келіңіздер ауыл ақсақалы кәне келіңіз. Ассалаумағалейкум. Кеше ақтардың кешінің қонақтары. Ештен кеш жақсылық кетіп қалды енді хабарлайды деп жағдайымыз бар еді. Бүгінгі мереке барлықтарыңыз құтты болсын. Осы інілеріңіздің келіндеріңіздің мерекесі бұдан былай жалғаса берсін. Осы бұдан кейінгі жастарға да осы той жұғысты болсын. Келіп отырған ұзақтан азын кеткен жора жолдастар достар ауыз үстерің құтты болсын. Ең жаман күн осында сендердің қуаныштарыңды, бүгінгі көңіл күйлеріңді көріп бәріміз қуанып отырмыз. Осы көңіл күй бәрімізге де қуаныштымыз біздер. Не дейміз ей? Әттең 25 деген жері бар ғой. Әрқашан осындай ауыз үстен барлықтарымызды айырмасын, дастарханымыз ашық болсын. Бұдан кейінгі де жақсы күнде де бір-бірімен ойнап жүре беріңіздер. Рахмет бәріңізге. Рахмет бәке, әне сау болыңыз, саламат болыңыз. Ел тыныш болсын сіздің бақытыңызға. Мына махалла ата-анаң дейді. Махалла ел халықтың қызметін, халықтың қамын ойлайтын жандардың бірі. Бәке, жас болсаң да осы ел халықтың қызметін алдында қызмет күншілеріне үнемісін шағыраңызды той, қуаныш мереке арылмасын. 93 жастардың атынан сізге тек қана бақыт атыңызға жарасты тілек тілейміз. Сау болыңыз, саламат болыңыз. Ал енді құрметті ағайындар, қадірлі жолдастар, заманың тыныш болып мерекелі, ел халқым аман жүрсін берекелі, 10 жылдық мерекені атқардық қой, осында отырсын бәрің берекелі, түбірлі, той-думанда жүрген кезде заманың тыныш болсын, еркінгенді. Қыз-келіншектер қызмет қылып жүре берсін, 20 жылдық 30, 40, 50, 60, 70, 100 жасында той қызметте болайықшы демекші. Ал енді құрметті ағайындар, қадірлі жолдастар, 93 жастарынан қалай берді 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 жасында да осындай қызмет етуді Алла бізге нәсіп етсін ағайындар. Келесі кездескенше қайырласпаймыз.
Күн жақсы, сау, сәлеметте болыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, қадірлі боласыздар. Егемен ұлы той, үлкен қуаныш, үлкен мереке. Міне бүгін дүниежүзі бойынша біздің елімізде Қалайберді облыстан біздің дәстүрімізге айналып қалған 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 жылдық мерейтойларымыз бүгін ұласып келуде. Соның бүгін Қалайберді бүгін ең жастарымыз 93 жастары бүгін 10 жылдық мерекеде кездесіп, бүгін Қалайберді біздің жақын достарымыз, Қалайберді бүгін менің ағайын туыс бауырларым, ғалым жиенім, бақыт құдам ұйымдастырған 10 жылдық мерекеде кездесіп отырмыз ағайындар. Мерекелеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Біз Қалайберді бүгінгі 10 жылдық мерекенің аяқталу қадіріне келіп отырмыз әрине. Сонымен бірге біздің мынау дәулет ініміз сонау Қазақстан Республикасы Жетісай ауылынан келіп, бүгінгі достарына деген өзінің құрметін білдіріп, қолынан келгенше қаншама қаражаттарын аямай, Қалайберді бүгінгі қыз-келіншектердің алдында ұялып қалмайын деп 50 000 сом призін беріп, дәулет ініміз бүгінгі тойды өте қыздырып жатыр әрине. Осы дәулет 50 000 сом приз бермегенде бүгінгі мереке қуаныш қалай болатынын мен білмеймін әрине. Ал енді құрметті ағайындар, қадірлі боласыздар, тәуелбай еліміз әрине аман болсын. Біздің қазақ, қарақалпақ, өзбек көп бөлінгенменен Алпамыстан барып қосыламыз, Астана, Ташкент көп бөлінгенменен Түркістаннан барып қосыламыз. 93 жастары Қалайберді мен Шалқан менен Бекзат шәкірттерім, Оралхан той басқарып жатқан шәкірттерім аман болсын, тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, 93 жастардың жігіттері аман болсын, келіндеріміз қарап жаттың, бұдан да аман болсын. Не дейміз, келіндеріміз жігіттерімізге қарап, Қалайберді Құда қаласа Алла нәсіп етсе келесі жылы осындай уақытта келіндеріміз 7-ден, қойларымыз 8-ден тоға берсін деп Баймұрат ауылына тек қана үнемі ақ тілек білдіреміз ағайындар.